Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз атмосфералық қысым, атмосфералық қысымды өлшеу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну. Жалпы сіздер атмосфералық қысым дегеніміз не деген сұрақты осы уақытқа дейін таныспаған боларсыздар. Ал сонымен бүгінгі сабақтан кейін сіздер атмосфералық қысым дегеніміз не деген сұрақтан жауабын білетін боласыздар. Сонымен атмосфералық қысым дегеніміз не? Яғни атмосфералық қысым ауырлық күшінің әсерінен ауа қабаттарының жер бетіндегі денелерге түсіретін қысымы екен. Атмосфералық қысымның бар екендігін қалай дәлелдеуге болады? Яғни біз оны көзбен көре аламыз ба деген сияқты. Әрине біз атмосфералық қысымды көзбен көрмесек те, оның әрекеті және оның бар екендігін дәлелдейтін көптеген мысалдар келтіре алады екенбіз. Сондай бірнеше мысалдарды сіздерге көрсеткім келіп отыр. Бірінші мысал, яғни сіздер көріп отырсыздар суретті. Бұндай мысалды сіздер үйде де тәжірибені үйде жасауларыңызға болады екен. Ең алдымен сіздерге бар жоғы кәдімгі стакан. Стаканның ішіне жартылай су құйып алсаңыздар болады. Енді және соған бір парақ қағазды бетіне жапсырамыз. Және ешқандай саңылау қалмайтындай етіп алыңыздар. Сөйтіп төңкереміз. Төңкерген кезінде бір парақ қағаз кәдімгі стакандағы суды ұстап тұра алатындығын көре аласыздар. Бұл әрине сіздер үшін сиқыр болғанмен, ал негізгі себебі мынадай екен. Яғни судың салмағынан артық атмосфералық қысым күшпен төменнен жоғары қарай әсер етеді екен. Соның нәтижесінде біздің суымыз, стакандағы су төгілмейді екен. Не осылайша атмосфералық қысымның бар екендігін дәлелдейтін бір мысал келтірдік. Келесі мысал. Қарап отырсаңыздар, сіздерге әдейі сурет көрсетіп қойды. Яғни қайнатылған жұмыртқаны бір бөтелкенің үстіне қойып қойды, ернеуіне. Сонда қарап отырсаңыздар, әрине жұмыртқаның диаметрі әлдеқайда үлкен болып тұр. Сондықтан да сыймайтынын көріп тұрсыздар. Бірақ осы жұмыртқа бөтелкенің ішіне еніп кетеді өздігінше дейтін болсаңыздар, сіздер сенбес едіңіздер. Ал тәжірибе жасап көрейік. Ол үшін ең алдымен бөтелкенің ішіне қағаз парақтарды жандырамыз. Жандырған кезінде, яғни бізде мына бөтелкенің ішіндегі бізде ауа қыза бастайды. Қызудың нәтижесінде біраз бөлігі ауаның сыртқа шығып кетеді. Енді бетін қайнатылған жұмыртқамен жауып қойғаннан кейін, яғни іштегі қысым мен сырттағы қысым екі түрлі шамаға ие болып қалды. Яғни сырттағы қысым көбірек, іштегі қысым азырақ. Нәтижесінде осы ішке қарай ауа енемдеп отырған кезінде қосымша өзімен бірге жұмыртқаны ілестіріп алып кетеді екен. Біраз уақытта өткеннен кейін сіздер келесі бейнені көре аласыздар. Яғни жұмыртқаның бөтелкенің ішіне томп етіп құлап түскендігін көруімізге болады екен. Бұл атмосфералық қысымның қаншалықты керемет әрекет екендігін көруімізге болады екен. Келесі тәжірибе. Мұндай тәжірибені сіздер үйде оп-оңай жасай аласыздар. Яғни мен ең алдымен су алдым. Судың ішіне бір тиын салып қойдым. Және қосымша маған шам, яғни свеча, және бір стакан қажет болды. Яғни су көрініп тұршы сіздерде. Яғни оны қызыл түске бояп қойдым. Енді сіздерге мынандай бір, яғни сиқырлы бір тәжірибе жасауға болатындығын атап өткім келіп отыр. Яғни сіздер ешқандай қолдарыңызды суға батырмай, басқа ешқандай қосымша құрал қолданылмай, тиынды аласыздар дейсін болсамыз, сіздер қалай деген сұрақ қояр едіңіздер. Ал олай болса кеттік. Ең алдымен біз шамды жандырамыз. Шам жанып тұрып, төбе жағына стаканды сәл жақындатамын да, әбден стаканның ішін қыздырып алам. Қыздырып болғаннан кейін бетіне төңкеріп қоямыз свечаны. Әрине ішіне оттегі енбегеннен кейін, яғни менің шамым өшіп қалады. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін стакан ішінде температура төмендейді, яғни қысым азаяды екен. Осы кезде өзіне өзі су ілесіп, стаканның ішіне ене бастайды. Себебі сыртта қысым көбірек, іште қысым аз болып қалды.
нәтижесінде ауа өзімен бірге суды ілестіріп алып кетеді. Сонда судың барлығы ішке еніп болғаннан кейін мынау тиынымыз құрғақ болып сыртта қалып қояды. Сонымен сіздер оп-оңай қолдарыңызды суламай тиынды ала алады екенсіздер. Міне атмосфералық қысымның бар екендігін және оның әрекетін дәлелдейтін бірнеше мысалдар келтірдім. Алда уақытта мұндай мысалдарды сіздерді әлі көптеген түрімен танысасыздар. Сонымен енді сіздерге атмосфералық қысымды ең алғаш анықтаған ғалыммен таныстырып өткім келеді. Атмосфералық қысымды 17 ғасырда итальяндық ғалым Эванжелисто Торричелли тәжірибе жасап зерттеген екен. Олай болса, Эванжелисто Торричеллидің тәжірибесімен танысып көрейік. Атмосфералық қысымды алғаш рет 17 ғасырда итальяндық ғалым Эвангелисто Торричелли өлшеген. Ол шыны түтікті сынаппен толтырып жаққан соң төңкеріп сынап құйылған ыдысқа батырған. Одан соң Торричелли түтіктің бітелмеген ұшын сынаптың бір бөлігі ыдысқа төгілетіндей етіп ашқан. Түтік ішінде биіктігі 760 мм сынап бағаны қалған. Осы кезде түтік ішіндегі сынап бетінің үстіндегі кеңістікте оның төмен қысымды буы болды. Міне осы Эванжелисто Торричеллидің қарапайым тәжірибесі. Сонымен сіздер бүгіннен бастап атмосфералық қысымның тұрақты екендігін және ол 760 мм сынап бағанасына немесе 100 килопаскальға тең екендігін білетін боласыздар. Қалыпты атмосфералық қысым дегеніміз не? Қалыпты атмосфералық қысым деп температурасы 0 градус Цельсия болған кезіндегі қысымды айтамыз. Яғни ол 760 мм сынап бағанасы немесе 100 килопаскальға тең екендігін білеміз. Атмосфералық қысымның бірлігі ретінде сонымен біз 1 мм сынап бағанасын аламыз. Миллиметр сынап бағанасы мен паскальдың арасында байланысымыз, яғни 1 мм сынап бағанасы паскальға ауыстыру үшін 133,3 паскальға көбейтеді екенбіз. Яғни егер мысалы 2 мм сынап бағанасы болса 266,6 паскальға тең болатындығын ұмытпаймыз. Сонымен миллиметр сынап бағанасының паскальға өту үшін 133,3 паскальға көбейтеміз. Енді қарап отырсаңыздар 100 килопаскаль деген сөз, яғни 1 метр квадрат ауданға, яғни 1 метр квадрат ауданға массасы 10 тонна жүктің әсер еткенімен бірдей екен. Бірақ неге біз осындай өте үлкен қысымды сезінбейміз деген сұрақ туындайды? Ал себебі балдар, біздің іштегі қысым мен сырттағы қысым, яғни кеудеміз тұсындағы қысым мен сырттағы қысым бір-біріне тең екен. Сондықтан да біз үшін 100 килопаскаль қысым, яғни бірлік ауданға түсірілетін 10 тонналы дененің беретін қысымын біз жетпейтініміз осыған байланысты екен. Атмосфералық қысымды өлшейтін құралды барометр деп атайды. Ең алғашқы түрі бағана сіздер видеодан көріп өткендей сынапты барометр. Әрине ол сынап қазіргі таңда қауіпті екендігі анықталғандықтан да мұндай барометрлерді уақыт өтісімен қолданбаймыз. Қазіргі таңда қауіпсіз барометр анероид кеңінен қолданылады. Барометр анероидтың ерекшелігі ол сұйықсыз, анероид деген сұйықсыз деген мағынаны білдіреді. Және оның жұмыс істеу принципі әлдеқайда қарапайым болып есептелінеді екен. Енді атмосфералық қысымның формуласына, яғни өрнегіне тоқталайық. Жалпы бұл да кәдімгі қысымның формуласына қолдануға болады. Яғни P тең F бөлінген S. Мұндағы P дегеніміз қысым, F дегеніміз күш және S дегеніміз аудан. Яғни осыдан F-ті табу үшін P-ні көбейтеміз S-ке, S-ке түсіріп жатырмыз, және S-ті табу үшін F-ті біз бөлеміз P-ға. Міне үш өрнегі бар екен. Негізгі формуласы бүгінгі сабақтікін бір деп алайық. Енді атмосфералық қысым биіктікке байланысты өзгере ме деген сұраққа жауап берейік. Әрине өзгереді екен. Таулы аймақта азаяды, себебі ауаның тығыздығы
келмейді екен. Міне сондықтан да жоғары көтерілген сайын бас ауырып, немесе мұрыннан қан кету, немесе өздеріңізді жайсыз сезінудің бірден бір себебі қысымның азайып кеткендігімен байланыстыруға болады екен. Олай болса, атмосфералық қысым қалай өзгереді деген сұраққа жауап берейік. Егер де таудың етегінде қысымымыз P1, таудың шыңында қысым P2 болатын болса, және әр 10 метр сайын қысым 112 паскальға өзгеретіндігін ұмытпайтын болсақ, біз мынандай формула қорытып шығара алады екенбіз. Яғни жоғары көтерілген кезінде әрине етектегі қысым, таудың етегінде қысым көбірек екендігін ұмытпаймыз. Яғни P1 азайтылған P2 көбейтеміз 10 метр бөлінген 112 паскаль деп алады екенбіз. Ал егер төмен түскен кезінде керісінше 112 паскальға артатындығын ұмытпаймыз. Бұл формуланы 2 дейміз. Келесі, дәл сол сияқты біз биіктікті, яғни миллиметр сынап бағанасында да тауымызға болады екен. Бірақ ол жерде сәл өзгеріс бар. Яғни P1 азайтылған P2 әр 12 метр сайын жоғары көтерілгенде 1 миллиметр сынап бағанасына келмейді, төмен түскенде 1 миллиметр сынап бағанасына артатындығын ескеретін болсақ, сонда P1 азайтылған P2 көбейтілген 12 метр бөлінген 1 миллиметр сынап бағанасы деген формуланы қолдансаңыздар болады екен. Бұл формуланы біз бүгінгі сабақта номер 3 формула деп аламыз. Сонда сіздерге ешқандай қосымша сызғыш немесе тағы да құралдарын көмегімен шыққан таудың биіктігін есептеп отырудың қажеті жоқ. Қолдарыңызда егер компас тәріздес барометр анероид бар болса, таудың етегінде және таудың шыңындағы екі қысымды өзара тауып, азайтып, 10-ға көбейтіп 112 паскальға бөлетін болсаңыздар, сіздер көтерілген биіктікті оп-оңай анықтауыңызға болады екен. Олай болса, осы формуламен бүгінгі сабақтан бастап есептер шығаруды қарастырамыз. Ал енді балдар, атмосфералық қысымның біз үшін, өмір үшін қандай маңызы бар деген сұрақтарға жауап беру үшін сіздерге келесі құбылыстарды, күнделікті көретін құбылыстарды көрсеткім келіп отыр. Яғни ол қандай құбылыстар екен? Атмосфералық қысымның пайдасы дейді. Біз суды қалай ішеміз? Егер де қарап отырсаңыздар, біз су ішпес бұрын ең алдымен деген барлығымыз дыбыс шығарамыз. Яғни ішке қарай тартамыз. Тартқан кезінде ең алдымен біздің өкпеміздің көлемі ұлғаяды екен. Өкпенің көлемі ұлғайғандықтан, яғни қысым, ішіміздегі қысым азая бастайды. Нәтижесінде су қысым көптен азға қарай су ілесіп барады екен. Міне осылайша біз суды ішеді екенбіз. Немесе сорпа болсын, яғни сұйықтықты біз осылайша ішеді екенбіз. Осыны ұмытпаңыздар. Ал енді біз қалай демаламыз деген сұраққа жауап берейік. Демалған кезінде балалар, біз ең алдымен жай ғана тұрған кезімізде біздің өкпедегі қысыммен және мынау атмосфералық қысым бір-біріне тең болады екен. Ал енді демалуды бастайық. Демалған кезінде біз ішке қарай өзімізге ауаны не істейміз? Тартамыз. Тартқан кезінде, яғни өкпедегі қысым атмосфералық қысымнан кіші болады екен. Нәтижесінде өзінен өзі, яғни біз көкіремізді керген кезінде азайғандықтан да ауа өздігіне ішке қарай ене бастайды. Ал енді сыртқа шыққан кезінде қандай болады? Яғни бізде өкпедегі қысым атмосфералық қысымнан артып кетудің нәтижесінде біз енді ауаны қайда шығарады екенбіз? Керісінше сыртқа шығарады екенбіз. Не осылайша қарапайым атмосфералық қысымның арқасында біз суды іше алады екенбіз. Яғни барлық сұйықты іше аламыз, сонымен қатар осылайша демалады екенбіз. Бүгіннен кейін сіздер білетін боласыздар. Яғни демалу барысында өкпенің көлемі ұлғаяды, қысым азаяды, нәтижесінде ішке қарай оттегі немесе ауа кіре бастайды. Кейін өкпенің көлемі кішірейеді, қысым көбейеді. Қысым көбеюдің нәтижесінде біз енді керісінше сыртқа ауаны шығарады екенбіз. Яғни ауа дегенде көміршыл газын. Міне осылайша біз демалу процесінде атмосфералық қысымды міндетті түрде пайдаланатынымызды ұмытпаймыз. Олай болса, бүгінгі сабаққа байланысты сіздермен күнделікті өмірде көретін
Бірақ соны қалай шығаратын екенбіз? Бір есептер шығарып көрейік. Бірінші есеп. Көлде сүңгігіш қысымы қалыпты атмосфералық қысымнан 2,5 есе үлкен тереңдікте болды дейді. Сүңгігіш қандай тереңдікте болды дейді. Ал енді сіздерге айтып өткім келеді. Естеріңізде болса, бізде сұйық өзінің гидростатикалық қысым, яғни түсіреді екен, ыдыстың түбіне болсын. Ал егер де беті ашық ыдыс болатын болса, онда сол гидростатикалық қысымнан басқа қосымша атмосфералық қысым әсер ететіндігін ұмытпауымыз қажет. Олай болса, қысым одан да көбейеді. Беті ашық ыдыста, демек, екі қысым бар екендігін ұмытпаймыз: атмосфералық қысым және гидростатикалық қысым. Көлде бұл беті ашық ыдыстардың қатарына жатады деп есептейтін болса, қазір біз енді есепті қалай шығаратынымызды қараңыздар. Яғни біз 2,5 есе үлкен дегенді, яғни берілгені бойынша P2 тең 2,5 P1 деп жазам. Қалыпты атмосфералық қысымнан. Қалыпты атмосфералық қысым бізде білесіздер, яғни ол P1 деп алайық, ол оның 5 дәрежесі, немесе 100 килопаскаль. Қандай тереңдікке енді дейді? Яғни біз тереңдікті тауып керек. Көл бұл судың тығыздығын аламыз, яғни ол 1000 килограмм метр куб. Тұщы судікі, яғни қандай тереңдіктесе табу керекпіз бізге H. Әрине халықаралық бөліктер жүйесі бар. Яғни 100 килопаскальды мен килопаскальды паскальға ауыстырам. Олай болса 100 килопаскалім бір көбейтілген оның 5 дәрежесі паскаль дейін. Яғни 100 мың деп жазбайық, бір көбейтілген оның 5 дәрежесі деп алам. Келесі шешуі. Сонда қараңыздар сіздерге. Егер де қандайды бір ыдысты алып қарастырайық. Міне ыдыс. Мұның ішінде сұйықпен толтырған дейік, мысалы дейік. Сонда оған төмен қарай әсер ететін бізде ыдыстың түбіне түсіретін бұл гидростатикалық қысым, яғни ρ сұйық көбейтілген G көбейтілген H. Енді қосымша беті ашық болғандықтан да бұған қосымша тағы да P атмосфералық қысым әсер ететіндігін ұмытпаймыз. Олай болса, P2 неден құралады деген сұраққа жауап берейік. Сонда P2 дегеніміз екі қысымның қосындысына тең болады. Яғни P атмосфера плюс ρ көбейтілген G көбейтілген H, яғни түбіне түсірілетін қысым. Олай болса, P1 дегеніміз нешеге тең болады? P1 дегеніміз бізде P атмосфераға тең. Осы берілген формулаларды, өрнектерді берілгендегі түрлендіре отырып, менде мынандай формула пайда болады екен. Яғни P атмосфера қосылған ρ сұйық көбейтілген G көбейтілген H тең болады 2,5 P атмосфера. Ал енді P атмосфераны бір жаққа жинаймын. Яғни қарап отырсаңыздар, мына P атмосфераның алдында бір бар, көзге көрінбейтін. Сондықтан да 2,5 атмосфера жаққа ол өтеді. Яғни мына бөлікте ρ сұйық көбейтілген GH келесі бетке минустың басымен өтеді. Сонда 2,5 P атмосферадан алып тастаймыз 1 P атмосфераны. Әрине сіздерде қалатыны 1,5 P атмосфера. Енді H-ты тауып көрейік. H тең болады. Сонда 1,5 P атмосфера бөлінген ρ сұйық көбейтілген G. Орнына апарып қоямыз. Яғни 1,5 көбейтілген, 1 көбейтілген оның 5 дәрежесі паскаль бөлінген 1000 килограмм метр куб, яғни оның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб. Және G дегенімізді біз есеп шығару барысында 10 ньютон бөлінген килограмм деп аламыз. Килограмм мен килограмм қысқарады. Паскаль дегеніміз ньютон бөлінген метр квадрат, ал бізде төменгі бөлікте ньютон бөлінген метр куб. Қысқарған кезінде бізде тек қана метр қалады. Сонымен қараңыздар, оның 3 дәрежесі, оның 10 және оның 5 дәрежесімен қысқартатын болса, оның 1 дәрежесі қалады. Яғни 1,5-ті көбейтеміз 10-ға метр. Сонда тең болады бізде әрине 15 метр. Осылайша біз 2,5 есе үлкен атмосфералық қысымнан 2,5 есе үлкен болатын тереңдік бұл H тең 15 метр екендігін білдік. Олай болса мен жауабын жазам. Жауабы тең болады. H тең бізде 15 метр екен.
Міне осылайша сіздер қарапайым есептерді шығарылады екенсіздер. Ал енді келесі есепке өту үшін ең алдымен мына есебімізді толығымен өшіруімізге тура келеді. Әрине мен ойлаймын, сіздер барлық есепті дұрыс түсіндіңіздер, және алда уақытта ешқандай сіздерде есеп шығару барысында сұрақтар туындамайды. Ал енді келесі есепке тоқталайық. Яғни келесі есебіміз қандай екен? Ең жоғары көтерілу кезінде стратостат ішіндегі барометрдің көрсетуі 760 мм сынап бағанасынан 95 мм сынап бағанасына дейін азайған болса, стратостат қандай биіктікке көтерілген дейді. Олай болса, көтерілген биіктікті табу үшін белгіні жазып көрейік. Ең алдымен белгіні біздегі қысымды айттым, сіздер паскальмен ғана емес, атмосфералық қысымды қосымша миллиметр сынап бағанасымен жаза аласыздар. Және бұл миллиметр сынап бағанасын көбінде біз физика есептер шығарудан көрі, яғни ауа райында көбірек қолданатындығын ұмытпаймыз. Егер де сіздер ауа райын болжамын көріп отырған кезінде қосымша миллиметр сынап бағанасы атмосфералық қысымын деп бүгінгі күнге міндетті түрде көрсетіп қояды синоптиктер. Міне сол бойынша сіздер атмосфералық қысымның қалай өзгеретіндігін байқап отырсаңыздар болады. Енді мен өткен бағана сабақта айтып өткендегідей, яғни миллиметр сынап бағанасымен жазатын болса, онда бізде H0 12 метр болады, ал P0-ымыз, яғни өзгеріп отқандығы, бұл 1 миллиметр сынап бағанасы. Олай болса, биіктікті табу үшін біз қандай формулаға сүйенеміз? Яғни біз H биіктікті табуымыз қажет. Яғни қандай биіктікке дейін көтерілген екен стратостат? Әрине паскальға ауыстыруға болатын еді, бірақ та мен ауыстырмаймын. Яғни бұл жағдайда барлығы өткен миллиметр сынап бағанасымен беріліп тұр. H тең болады формуласы. Қарап отырсаңыздар, P1 үлкен болғандықтан P2. Сондықтан да мен P2 азайту P1 деп жазбаймын. P1 азайтылған P2. Әрқашан сіздер есептің белгілене қарай жұмыс жасауларыңыз қажет. Көбейту менде 12 метр, бөлінген менде 1 миллиметр сынап бағанасы. Осылайша қазір сіздер қандай биіктікке көтерілгендігін оп-оңай анықтай аласыздар. Сонда H тең 760 миллиметр сынап бағанасынан 'алып тастаймыз. 95 миллиметр сынап бағанасын көбейтеміз 12 метрге, және бөледі екенбіз 1 миллиметр сынап бағанасына. Сонда шығатын санымыз бізде H тең болады. 760-ты 95 миллиметр сынап бағанасын алған кезінде қандай сан шығады екен бізде? Әрине бұл 665 болады. 665-ті көбейтеміз 12-ге, және бөлеміз 1-ге. Сонда шығатын санымыз бізде 7980 метр. Ал километрға ауыстырған кезінде ол 7,98 километрға тең болатындығын білесіздер. Олай болса, жауабын жазамыз. Яғни жауабы тең болады. H тең 7,98 километр биіктікке, тіпті шамамен 8 километр биіктікке стратостат көтерілгендігін оп-оңай білуімізге болады екен. Себебі 760-тан 95-ті алған кезінде 665 болды, оны 12-ке көбейткен кезіндегі санымыз бізде 7980 метр. Яғни ол 7-9 километр, шамамен 8 километр деп алсаңыздар да болады екен. Сонымен бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Егер де сіздерге бұл видео ұнаған болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, және лайк басуды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға немесе WhatsApp желісіне жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.